Ғаламтор бүкіл әлемдегі миллиондаған компьютерлер мен сымтектер бір-бірімен байланысқан орасан зор желі. Ғаламтор күнделікті ас секілді санамызға еніп барады. Бүгінгі таңда ғаламторды жасөспірім балалар көп пайдаланады. Ғаламтордың пайдасы мол болғанымен, зияны да көп. Оның ең бірінші зияны тәуелділік. Ғаламтормен жұмыс жасаудың ережелері бар. Таныс емес сайттарға бас сұқпаңыз. Құпия сөзді еш уақытта ешкімге бермеңіз. Ғаламторда орналасқан ақпараттың барлығына сене бермеңіз. Ғаламторда рұқсат етілмеген сайттарға кірмеңіз. Сонымен қатар ғаламторда өзің туралы ақпарат қалдыруға болмайды. Өмірімізде қандай қауіп болса, ғаламторда да сондай қауіп болуы мүмкін. Өзіміздің әлеуметтік желіміздегі парақшамызға да қауіпсіздік ережесін сақтау керек. Осы ғаламторға тәуелділік балалар мен жасөспірімдер психикалық, эмоционалдық және физикалық жағдайына теріс әсер етеді. Нұртай, компьютер мен интернеттің зиянын және пайдасын айта аласың ба? Компьютер мен интернеттің өте көп пайдалы жағы және зиян жағы бар. Пайдалы жағын айта кететін болса, ол ақпаратқа қолжетімділік. Адамдар осы ақпаратын осы интернет арқылы алады. Екіншісін айта кететін болса, ол сабақ немесе білім алу. Балалар және де студенттер осы білімді онлайн курстар арқылы алады. Үшіншісін айта кететін болса, ол қарым-қатынас. Адамдар қарым-қатынасын интернет арқылы жасайды. Төртіншісі ол айта кететін болсақ, кәсіп және жұмыс. Көптеген адамдар үйінде отырып алып, жұмысын істей алады. Ал енді зиянына келетін болсақ, зияны ол денсаулық әсері өте көп, көзді шаршатады және де осы арқаның зиянына келтіреді. Тағы да бір зиянын айта кететін болсақ, ол тәуелділік. Көптеген адамдар осы ойындар ойнайды, керек жоқ сайттарға кіріп, осы тәуелділікті өздеріне тілеп алады. Сондықтан ғаламторды дұрыс пайдалансақ, біздің өмірімізге ешқандай қауіп төнбейді. Әр нәрсенің жақсысын үйреніп, жаманын жиреніп, пайдасын көріп, зиянынан алшақ болайық демекпін. Назарларыңызға рахмет.